Егер сіз шірелі затларға жақын болсаңыз, демек сіздің ұйқыңыз дұрыс емес. Әзіргі уақытта жасылардың 80%-ның ұйқысы дұрыс емес екендігі анықталған. 20 жасқа дейінгілер кешкі бәзім, қыдырулар, кешкі сейілер, 20 жастан асқандар белгілі бір бизнес басылап, ямаса кәсіпке бел буып, жасылық жігерінің бәрін салып, нормадағы ұйқыны бір шетке ысырып қойған. Түннің ярымына дейін интернеттен кино көретұғыларды да осы қатарға қоссақ болады. Зерттеулер бойынша бір сутка давамында ұйқыламаған адамның организмінде глюкоза 6%-ке азайып кетеді. Ал глюкоза болса адамның миының ең басылы қуат көздерінің бірі. Азайған глюкозаның орнын толтыру үшін біз оны әртүрлі шірелі затлардан, десертлерден іздеп кетеміз. Егер сіз шіреге жақын болсаңыз, ұйқыңызға бір нәзір таслап көрің. Ұйқысы қанбаған адамда мидың шешім қабылдау эффективлігі 12-14%-ке азайып кетеді. Ұйқысы қанбаған адам тапсырманы 12%-ке кешірек орындайды, 20%-ке көп қателеседі. Ал көп жұмыс істеуменен сапалы жұмыс істеудің farқы бірталай. Бұндай статистиканы жалғастыра беруге болады. Жол апатына ұшырағандардың 30%-і ұйқысы қанбағандар. Ұйқысы қанбаған адамның организмі грелин гормонын бөліп шығарады. Ал бұл гормон аштықты келтіріп шығаратын гормон. Яғни адам ұйқысы қанбаса өзін аш сезіне береді. Ағза ұйқысы қанбағанлықтан тері астындағы майларды жақпайды. Ағза шаршап тұрғанлықтан оны жағуға энергиясы да, уақыты да жоқ. Бұл артық салмаққа алып келеді. Ұйқының қай дәрежеде маңызды екенін түсініп алған шығарсыз. Түніңіз қандай болса, күніңіз де сондай. Сіздің түнде ұйқыңыз қанса, күндіз жұмыс эффективлігі жоғары дәрежеде болады. Жақсы шешімдерді қабылдайсыз, һәм мағлұматларды аңсат қабылдай аласыз. Егер сіз өмірде сау саламат жасағыңыз келсе, арауажланғыңыз келсе, ұйқыңызға ітібарлы болың.